Жалпы бийлик өзі бәлеқор ғой, біздің бийлик. Бәле жабады да, Ринат әдейі істеді, сөйтті бүйтті деп, сонымен жақсы қоясың. Әр нәрсенің уақыты келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Өздеріңіз білетіндей, Ринат Заитов өзінің ресми парақшасында сайлауға қатысуын білдірген болатын. Және де өзінің депутаттыққа кандидатурасын ұсынуда. Ол өзінің ресми парақшасында былай деп мәлімдеді: өмір жолы шынымен бұралаңау. Дәл мен Аманат партиясының құрамында болады деп сіздердің мүлдем ойламағандарыңыз айтпаса да түсінікті. Бұл қалай болып кетті деген сұрақтарыңызға бірінші өзім жауап берейін. Осы сайлауға дейін түрлі жерде елдің сөзін сөйлейтін болса, кез келген мүмкіндіктен бас тартпайтынымды айтып жүргенімді аңғарған шығарсыздар. Ол мүмкіндіктің үлкені осы Аманат. Көңілімдегі күннен күнге сөне бастаған үміт қайта тұтанды. Себебі осы уақытқа дейін өз басым аты мен затынан аулақ жүрген партия әуелі атын өзгерткенде күмәнмен қабылдап едім. Бүгін сол Аманат партиясы Қазақстан мемлекетіне оңды өзгеріс жасағысы келетіне көзім жетті. Құрамын 75% жаңартқан партияда Ерлан Сайыров, Аманжол Әлтай секілді ағаларымды, Асхат Аймағамбетов, Мақсат Толықбай, Нартай Аралбайдай замандас бауырларымды көрдім. Бұл дегеніміз Ерлан Жақанұлы Қошановтың жаңаша іске кірісуге және жаңа саяси мәдениет қалыптастыруға дайын екенін білдіреді. Өзіме де сол өзгеріске қатысудың сәтін тудырды. Неге тартынуым керек? Мен өз отанымның әділетті, тұрақты, бір тілді, бір мүдделі, шынымен зайырлы мемлекет болған армандаймын. Сол үшін де маған бұл өз ойларымды тиісті жерге жеткізуге апаратын төте жол. Ендеше одан қырсықтықпен бас тарту ақылдының іс емес. Ең бастысы мәжіліс мінберінен ойымды жеткізу. Ендігі міндет партияның ғана емес, мемлекеттің де келешек жұмыстарына білгенімнің шеңберінде үлес қосу. Басқасының бәрі жай сөз. Біз Аманатқа өзгеру үшін емес, өзгерту үшін келдік. Оны өздеріңіз де түсініп тұрсыздар. Жаратушы жар болып ел қолдаса болғаны. Нар тәуекел. Бізде үлкен проблема бар. Билік қарапайым халықты адам санамайды. Біз дамыған мемлекетпіз, жаңа Қазақстан құрамыз, орандатқанда сондаймыз. Несімен жаңа Қазақстан боламыз, егер біздің Қазақстан мемлекетіндегі азаматтар мемлекеттің тағайындаған айлығына бір ай қалай күн көру керек екенін білмесе. Мен мысалы дауым бар, неге Астананың опера балет театрындағы әртістер миллион жарым теңге айлық алады да, біздікілер 110 мың теңге алады. Не, біздің ұлттық өнер емес пе екен? Біздің Қазақстанда арнайы адамдар бар ма деймін, осы қазақты ұлтсыздандыру, саясатын жүргізіп отырған. Рухсыздандыру, олардың домбыра, қобыздары, күйлері, әндері, айтыстары, жырлары ешқайда шығып кетпеу керек деп ойлап отырған топтар бар сияқты. Билік толық ауыстыру керек болды. Басымды кесіп алса да қазір мен осы сөзге қайттан оралып жүрмін. Өйткені біз қаңтардан кейін, қаңтарда халық көтеріліп, қалтырап, билік ойбай, біз айтқандарыңды істейміз, ойбай бүйтеміз деп артқа, сонан кейін халық шегінді.